Қайырлы кеш достар, сіздермен бірге онлайн сауда компаниясы және мен Перизат. Бүгінгі біздің талқылауға отырған тақырыбымыз умный лампалар жөнінде. Умный лампалар бізде екі түрлі болады, олар дыбыстық лампалар және сумен жанатын лампалар болып бөлінеді. Дыбыстық лампалар дегеніміз мінекей LED лампалар. Бұлар звуковой датчикпен, яғни күн жарықта әсер етпейді, тек қана қараңғыда жанады. Сонымен қатар тарсыл, шапалақ немесе дыбыс әсерінен жанады. Жану ұзақтығы 30 секунд. 30 секундтан кейін тағы да дыбыс әсерінен қайта іске қосылатын болады. Бұлар тоққа қосылып тұрғанда тоқ жемейді, тоқ тек қана жарық жанған кезінде счетчик айналатын болады. Умный лампалардың екінші түрі, бұлар мінекей сумен жанатын лампалар, немесе оларды қолға ұстағанда да жанады. Бұл лампалар материалы мінекей пластиктан және де алюминийден жасалынған. Барлық осы лампалардың конструкциясы светодиодты болып келеді. Диодты шамдар мінекей пластиктің ішінде орналасқан. Түрлері мінекей осындай болады. Бұлардың астында өзінің батареясы бар, яғни патронға бұрап қойған кезінде өзіне қажетті тоғын бойына жинап алады. Сол арқылы ол тоқсыз 4 сағат көлемінде жарық береді. Қазір батареясын бірге сіздермен бақылап көрейік. Мінекей осындай лампалары, то есть батареясы бар астында. Патронға бұрағанда барлық заряд осында жиналады. Яғни бұл лампалар өздері ваттына байланысты әртүрлі болады. Бұлар бізде дәл қазір в наличии бізде складта онлайн сауда қоймасында 9 ваттық, 12 ваттық және де 15 ваттық сумен жанатын лампалар бар. Яғни умная лампа, тағы да айтып өтейін, мінекей қолға ұстағанда жанады, және де су дайындап қойған алдын ала мінекей. Суға салсаңыз да жанады, себебі сіз үнемі оны қолға ұстап жүрудің қажеті жоқ. Осындай кесеге немесе стаканға су құю арқылы оны 4 сағат көлемінде жұмыс жасатуға болады. Қосымша сұрақтарыңыз болса, тағы да чатқа жазсаңыздар болады. Сіздерге барлық сұрақтарыңызға жауап береміз. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет, сәттілік тілеймін.